Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Даму KZ арнасы. Үй тапсырмасын сұрау барысында қолдануға болатын балаларға өте қызықты барабан айналдыру ойыны. Барабан айналдырған кезде қай оқушы түсетін болса, сол оқушы үй тапсырмасын айтады, немесе сұрақтар қойған кезінде осы барабанда дәлденіп шыққан оқушыларға сұрақтар қойылады. Бұдан басқа тағы да барабанның түрі бар. Бұл жерде сұрақ немесе көбейту кестесін сұрауға болады. Және де осы қала аттарын айналдыра отырып, осы қала туралы мағлұмат беруін сұраса болады. Дәл осындай ойындарды жасау үшін менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Google поисққа ағылшын тілінде Flippity деп жазасыздар. Одан кейін экран бетіне шыққан бірінші бөлігін таңдап, төртінші тұрған барабан ойынына кіремін. Инструкция дегенді басып, ішіне кіргеннен кейін оқушылардың тізімі тұрады. Осы жерге өзіңіздің сыныпта қанша оқушы бар, соларды рет-ретімен қойып шығасыз. Мысалы, мен өзімнің сыныбымдағы оқушылардың санына байланысты есімдерін жазып шықтым. Одан кейін создать деген батырманы басасыздар. Осындай дайын барабан шығады. Осы барабанды айналдыра отырып, түскен оқушыдан үй тапсырмасын сұрайсыздар. Одан кейін сұрақ жауап әдісі кезінде пайдалануға болады. Осы жерде түскен оқушыға сұрақ қойып, жауабын алатын боласыздар. Осы ойынның жанында тағы бір ойын бар. Рандом ойыны. Ішіне кіргеннен кейін өзіңізде осы жаңағы тізім сияқты атау жазатын жерлер шығады. Мысалы, мен қала аттарын жазып шықтым. Бұл жерге басқа да сұрақтар жазуға болады. Одан кейін создать батырмасын басып, дәл осындай барабанның түрін шығаруға болады. Бұл ойынды балаларға тек үй тапсырмасын сұрауда ғана емес, сонымен қатар сұрақ жауап кезінде пайдаланса да болады. Бұл сайтта одан да басқа өте қызықты ойындар құрастыруға болатын бөлімдер бар. Өздеріңіз осы сайтқа кіріп, қалауларыңыз бойынша әртүрлі оқушыларға ойын құрастырсаңыздар болады. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер.